Алданған адамдардың санын азайта мынандай аламыз ба? нәрсе, мен өткен жыл бай ұсындық. Бір мен ұсынысым өтті. Егер банк тексермей, биометрия өткізбей, анау счет заңсыз ашып, өзі беріп қойған болса, значит, банк өзі жабу керек деген сотсыз соны енгізіп. Первый раз. Осы көктемде қабылдаған заң мен осы ұсынысым өтті. Уже сонымен қайтарып бастады. Бірақ мен азаматтарға айтарым. Мен виноватпын деп өкініп жылап, өзің ғана өзіңді сөгіп қажет жоқ. Егер бармасаңыздар банкіге, қол қоймасаңыздар, биометрия өтпесе, арыз жазып, бірінші тоқтату керек кредитті төлеуді. Екінші, біз заңға енгізіп қойдық. Сізге банк бұл кредит списать ету керек. Мен 5 адаммен айналыстым, бәріне списать етті кредит. Бірақ адамдар айналыспайды. Төлеп жүре береді. Төлеп жүре береді. Кейбір адамдар өзім байқамай қойып, кодты беріп қойды. Ничего страшного. Біреуге телефонмен код беру, ол қылмыс емес. Соны білу керек. Не ол 4 цифраны айттым, маған кредит оформды. Оформдыртпау керек ешкім күтіп ондайды. 4 цифраны беру, ол тек қана сені сенімге кіргізудің бір ғана жол ғана. Ары қарай стандартна кредит оформды. Банкіге сенің орнына звондайды, сенің орнына қол қойдырады, сенің орнына сенгізеді. Банк кредит бермеу керек. Дәл солай, мен 5 адаммен айналыстым, 5-еуін бәріне списать етті кредит. Бірақ мен бәрімен айналысып үлгермеймін. Маған басқа кісілер бір-екі роликтер шығардық, басқа кісілер шығып айтып жатыр. Менікімді списать етіңізші. Анау министрлік жасау керек, АФР жасау керек, ұлттық банк жасау керек. Бірақ арыз жазыңыздар. Сотқа беріңіздер керек болса, ұлттық банкіні, АФРді сотқа беріңіздер.